Еңселі 3 қабатты үйге кіріп келген Болатбек аңырайды да қалды. Жоқ, оны таң-тамаша қалдырған зәулім сарайдың алтынмен аптап күміспен қаптап қойған көз суарарлық сұлу да сымбатты көрінісі мен қымбат жиһаздары емес еді. Қарсы алдында үріп ауызға салғандай келісі келіншек тұрды. Япыр-ай, мынандай да сұлулық болады екен ғой. Гүлді халатының алдыңғы өңірі сәл ғана ашық қалыпты да, қос алмасы серіппедей сыртқа теуіп тұрған келіншектің мойылдай қарашығына тұсалды да қалды. Тұла бойында бір мін болсашы. Аққудың көгілдіріндей келіншек бейтаныс жігіттің ұрлана да сұқтана қарағанына қымсынған да жоқ. Қайта қарай түс, тіміскелене түстегендей әнтек жымиып, тостағандай көздерін төңкеріп, сүйкімін арттыра түсті. Ол не үшін келдіңіз деп сұрамады да, тап қазір өзінің осы бір ерке болмысты тұрысының үстіне бөтен еркек кіріп келетінін күткендей, екі көзді боталап Болатбекке қиыла қарады. Болатбек не үшін келгенін айта алмай тұтықты да қалды. Сізге мынаны Басекең беріп жіберді, деді. Әлден соң есін зорға жинаған Болатбек не үшін келгенін есіне түсіп, келіншек сыңғырлап кеп күлді. Күлкісі күміс қоңыраудың сыңғырындай жүрек қытықтайды екен. Сіз Талқанбайдың жаңа шопырысыз ғой, деді. Райы да шырайы да келіскен келіншек оның тұла бойын тінтіп қарап шығып. Иә, жаңа ғана қоңырау соқты. Қолыңыздағыны мына жерге қоя салыңыз. Иә, Тауаға жіберді, деді Болатбек сөзін қайта пысықтап. Ол келіншектің күйеуі неге Талқанбай деп тұқыртып атап тұрғанын түсінген жоқ. Жұмыста ғой, бастықты барлығы да Тауаға деп атап, алдында құрақ ұшады. Сонда келіншегі оны неге Талқанбай деп тұр? Менің есімім Ағылкек, әжем қойған, деп әдемі келіншек қолын ұсынды. Ып-ыстық тауылпадай жұмсақ сүйріктей саусақтар жүргізуші жігітті майда ерітті. Болатбек қолын тартып ала алмай ұзағырақ бөгелді. Ағылкек ағмаржандай тістері жарқырап ақтарыла күлді. Олар осылай танысқан еді. Содан бері Болатбек бастығының да Ағылкектің де айтқанын екетпейді. Көбінесе сапарда тығыз таяу жұмыстармен қауырт жүретін бастығының қызын балалар бақшасына апарып келу мойнында. Арагідік Ағылкек қаладағы супермаркеттерді аралайды. Сән етелесінде ұзақ бөгеледі. Жүргізушіге керек бастыға сиет төзімділік пен шыдамдылық. Сосыңғысы қанша ұрсып жатса да мылқау адамдай тіл қатпау. Үшіншісі бастығың туралы басыңа мылтық тіресе де тіпті өліп бара жатсаң да сыр ашпау. Міне, оларға шыдасаң бастығыңның да, оның отбасы мүшелерінің де ойабын тауып сенімінен шықтым дей бер. Болатбек мұның алдында да бір мықтының көлік жүргізушісі болған, тәжірибесі толық тіс қаққан жігіт. Бастыққа ұнаудың сеніміне кірудің жөн-жосығын бір кісідей біледі. Болатбектің бұрынғы бастығымен танысуда, қоштасуда қызық. Онда Болатбек қоғамдық көлік жүргізетін, таңертең ерте тұрып кеш жатады. Белгілі бағыттағы автобуспен қаланы таңғы сағат 6-дан түнгі 12-ге дейін айналады да жүреді. Жұмыс ауыр болғанымен табысы тәуір. Оған тәжірибелі жүргізуші ретінде басшылары үнемі жаңа автобус береді. Құрмет сыйы, қомақтылау қаржысы бар жұмыстан кім қашады? Оның құтты орнына қозғалысы да жоқ еді. Бір күн ойламаған жерден алдынан джип автокөлігі шыға келді. Болатбек тежегішті басып үлгермеді. Екі көлік соғысып дүние төңкеріліп жүре берді. Салон толы жолаушылар олардай шулап қоя берген. Біресін жиғанда ол дәрігердің алдында отыр екен. Кінәлі джип жүргізушісі еді. Рульде арыстай болып Ақылбектің өзі отырыпты. Сол күні ол жолдас жолаларымен мейрамханалардың бірінде бөгеліп қалады да жүргізушісін үйіне қайтарып жібереді. Мейрамханада қанша уақыт отырды, қаншама ішімдік ішті, бұл арасы бұлыңғыр әйтеуір. Болатбек оның теңселіп тұрып, тепсініп, жер-жебіріне жеткенін еміс-еміс біледі. Қалай дегенде де аққа құдай жақ, жол көлік апатының қалай болғанын көргендер бар, жолаушылар бар. Ақылбектің рульге ие бола алмай көлігімен автобусқа өзі келіп соқтығысқанын бұлтартпас дәлелдермен мойнына қойып берді. Бірақ Ақылбек алдырмайтында, шалдырмайтында жуан ортаның жолбарысы болып шықты. Не керек? Ол өзің де Болатбекті де тығырықтан алып шықты. Оған себеп Болатбектің бір сөзділігі. Ол ішкі істер басқармасының тергеушілері, анықтаушылар алдында да, сот отырысында да кінәлі менмін деп тұрып алды. Жоғардағылар үшін бір кісінің апат салдарынан о дүниеге аттанып, бір келіншектің түсік тастап, 2-3 адамның аяқ қолы сынғаны бұйым болыпты ма? Ақылбек судан таза, сүттен ақ болып шыға келді. Дегенмен өзі мәрт жігіт екен, сөзінде тұрды. Болатбекті темір торда көп телміртпей суырып алды. Автобусынан айырылған, жұмысынан қуылған Болатбекті сындарлы сәтте сыр бермеген үшін ұнатып ақ қалыпты. Көп кешікпей өзіне жүргізуші етіп жұмысқа қабылдады.
Ақылбек ойға да шапқылады, қырға да шапқылады, неше түрлі қылмыста жатазды, саудасы да жүрді, саунасы да қызды. Болатбек сол бұралаң бұлтарысты, бұқпантайлы тайғанақ жолдардың бірінің де жымын білдірмей, жібін ілдірмей өткелдерден таза даман өткізіп отырды. Бірде Ақылбек Таубаурайындағы саяжайында биліктегі түмді орындарда отырған дос-жарандармен үлкен мереке ұйымдастырды. Кілең ығай мен сығай мынандай оңашалықтан аңсап қалған ба, көз байланғанша ішіп жеді, қалағандарынша көсіліп бақты, ойнақта салды. Олардың әрқайсысының жанында бір-бір сылқым сұлу бар еді. Не ойлағанын өзі біледі. Бастығы екі күлім көзді бірге ала келіпті. Саяжайда қонып қалатын болған соң екі сылқымның бірін кері қайтаруға шешім қабылдапты. Болатбек, деді бастығы, оны қасына шақырып алып, мына қарындасты үйіне жеткізіп сал. Байқа, бір тал шашы түсетін болса менен жақсылық күтпе. О не дегеніңіз, Басеке? Бұлай шыға Гүлбанудың ызадан әлде қызғаныштан тызақтап келе жатқанын аңғарды. Өйткені Басекең мұны емес оны таңдады ғой. Ішіне от түскен Гүлбану ұятты жинап қойып мұның мойнын асыла кеткен. Ішіп алғанымен бұл бой жеткен аса ажарлы еді. Ажарлы адамның даузынан албаты сөз шығады екен-ау. Жол жөнекей оның айтпағанын жоқ. Әсіресе Ақылбектің жанында қалып кеткен құрбысы жөнінде аузына келген нақтарды. Салдақы, кәззап, албасты деген теңеулер Болатбектің сөз қорынан баяғыда өшіп қалған екен. Тола бойы тітіркенді. Бір рет кездейсоқ көлік апатын жасап, жүрегі шайлығып қалған Болатбек иығына асылып рөлге жармасқан Гүлбанудан әбден ығыр болды. Бәлдене қарап бұлдана сөйлеп келген Гүлбанудың үйінің тұсына жеткенде және бір қылық көрсетті. Міне қарындас, үйіңізге де жеттіңіз деген Болатбек ойында ештеңе жоқ. Гүлбану көліктен түсе қоймады. Тіпті түсу ойына да келмейтіндей. Кенет ол жүргізушінің мойнына асыла кетті. Болатбектің мойны жыбырлағандай болды. Сөйтсе Гүлбану оны мойнынан сүйіп жатыр екен. Жігіт қыздың құшағынан зорға босады. Пәтеріме дейін шығарып салмайсың ба, дейді үздігіп. Әне тиіп тұр ғой. Сіз ішке кіріп кеткенше кетпеймін. Сыртыңыздан бақылап тұрамын, деді Болатбек, азарда безер болып. Жігіт емес екенсің, шығарып салуды да білмейсің. Гүлбану темекі тұтатты. Қорықпаңыз, жеп қоймаймын. Үйге түсіңіз. Олар саяжайда сайран салып жатқанда біз немене сыбағадан құралақан қаламыз ба? Болсаң енді өкінбейсің, деді Гүлбану мұның қолынан тартып. Шошақай қыздың шолжаң қылығынан мезі болып келген шопыр мына арсыздықты естіп бойын тартып алды. Жоқ деп тартынды ішкі бұрауы мықты бастықтың көлік жүргізушісі. Кешіріңіз, мен асығыс едім. Уақытта бір талай болып қалды. Үйде отбасым күтіп отыр. Сенің отбасың бар екен ғой. Қалай есіме түспеген, деп күлді Гүлбану. Болатбек тосылып қалды. Мына бой жеткен не деп тұр? Есіне түскені несі? Мен оған қашан отбасылымын деп едім, деп ойлады. Сен саяжайда сайран салып жүргенде келіншегің етегінен намаз оқып отырмаған шығар, деп сықылықтап күлді Гүлбану. Болатбек тіксініп қалды. Сен оған тіл тигізуші болма, ол сен сияқтылардан емес, деп тарс кетті Болатбек. Сонда кім сияқтылардан? Білеміз ғой әйел атаулыны. Әсіресе сен сияқты күні-түні бастығының қасынан жетім қозы сияқты жалбақтап қалмайтын жүргізуші сымақтардың келіншектері екі көзі төрт болып босқа жата қоймас. Сондықтан бүгін оны ұмыта тұр. Мен саған әдемі түн сыйлаймын, деді аярланып. Болатбектің қаны басына шапты. Мұндай қорланбас. Ол енді Гүлбанумен кермалдасып тұруды артық көрді. Мына азғыннан іргемді аулақ салайын деп ойлады да Гүлбануды көліктен сүйреп шығарып есікті тарс жапты. Өзің бір есің жоқ, дән дұрыс көгме екенсің, жындыбас. Бар кет, мәз боламын дейсің бе? Келіншегіңнің өзгемен тояттап жатқанның үстінен түсерсің. Осы ма еді күткенің, деп Гүлбану түнгі аспанды жаңғыртып дола ашумен айғайға басты. Бәледе машайық қашыпты деген бар. Болатбек мына дүлейден құтылғанша асықты. Ажарлы деген бой жеткен мұнша ашулы, азғын ойлы болар ма? Болатбектің үйге жеткенше қаны тасып, миы солқылдап келді. Ол көлігін қаңтарып, үйіне кіргенде бөлмесінде алаңсыз ұйықтап жатқан жарын көрді. Балаларының бетінен сүйіп, сүйіктісінің жанына келіп жантайды. Келдің бе, деп Зағипа бері бұрылып жатты. Болатбек көпке дейін дөңбекшіп ұйықтай алмады. Арада 2-3 күн өткенде сыртта жігіттермен темекі шегіп тұрған Болатбекті бастығы шұғыл шақыртыпты. Тағы бір жерге жұмсайтын болды ғой, деп темекі тұқылын күл қоқыс салатын жәшікке тастай салып, алып ұшып жеткен бұны Ақылбек ақиланып, елірме, ожар мінезбен қарсы алды. Болатбек оның тап осылай жарылғалы тұрған сыздауықтай сызданып тұрғанын алғаш көруі. Көздері шапыраштанып, сөздері қотыраштанып тұр. Қолдары безгек тиген адамдардікіндей дір-дір етеді. Болатбек дүлей дауылдың қай тұстан соққанын долбарлай алмады. Не жазып қойдым дегендей Ақылбекке аңтарыла қарады. Әй сасық деке, Гүлбанудан не әкеңнің құны бар? Қатын құмар болсаң саған басқа ел құрып қалды ма?
неге тиісесің оған деп ұрып жіберердей таптап берген бастығына не деп жауап берерін білмей тосылды. Не істеп қойыппын мен оған деп Болатбек ашына сұрақ қойды әлден соң. Қонақ үйге түсейік, менімен бол депсің ғой. Болатбек аяр адамның өз есіне келгенде аянбайтын білуші еді, бірақ Гүлбанудан тап осындай аярлық күтпеген. Япыр-ай, ындынның ырқы, қызғаныштың құрты осыншама шақар болар ма? Саяжайда қалған сылқымның тоят түн үшін Гүлбану мұны жазалаған несі? Түкке түсінсе бұйырмасын. Болатбектің беті өрттей алаулап, нені бүлдіріп қойғанын білмей дал болды. Былай тышқан ініне кіре алмай жүріп құйрығына қандауыр байлапты дегенді білуші ме едің? Өзің мұнда сый салмай жүріп қатынға қырыңдаған неңді алған, оның үстіне Гүлбануды мен ертіп барғанын көріп біліп отырсың. Сонда не, сен маған қыр көрсетпекпісің? Бастығыңның көңілдесіне сөз айтуға қалай ғана дәтің барды? Сенген қойым сен болсаң дейтін бе еді? Ертең бәлкім кеше ғана саяжайда бірге қонып қойнымды қыздырған Хадишаға да қырыңдарсың. Сенен қорқайын дедім. Боқшаңды жинада қараңды батыр, деді Ақылбек ашудан қалш-қалш етіп. Онымен ерегісіп барға адам таппайтынын білетін Болатбек ләм-мим деместен бастығының бөлмесін босатты. Сөйтіп ойда жоқта Болатбек тағы да жұмыссыз қалды. Енді не істеу керек? Баяғы өзі еңбек еткен автобаза болса болмаса да маңайына жолатпайды. Қайда барады? Үйіндегі олардай шулап отырған бала шағасын қалай асырайды? Осылай дел сал болып жүрген күндерінің бірінде күтпеген жерден ескі көзтаныс Жұман жолығып қалды. Ол бір таксоркада жұмыс істейді екен. Болатбек, біздің таксопаркке келсеңші, бастығымыз жақсы адам, 2-3 таксистің орны бос, тәжірибелі жүргізушілер керек, бастықпен өзім сөйлесемін, деді ол. Сәтін салғанда таксопарктың бастығы ашық жарқын, қақсоқпен жұмысы жоқ жайдары жан екен. Еңбек кітапшасымен танысқан соң сөзге келмей Болатбекті жұмысқа қабылдады. Үйде отырып отбасының ұсақ түйек күйбеңнен мезі болушы еді, жүда жақсы болды. Бәрінен бұрын Зағипаның зілсіз айғайынан құтылды. Әкесі ет таусылды. Әкесі үйде бітіп қалыпты. Әкесі бұл үйде майда қалмапты деп мидың құртын жеуші еді. Автобус жүргізуші болып жұмыс істеп жүргенде Ақылбектің оққағар ретінде алшаң басып, арындап тұрғанда да мынандай таршылықты көрген жоқты. Әлде бір контейнермен қазы қарта дейсің бе, жал жая дейсің бе, қойдың еті дейсіз бе, тайдың еті дейсіз бе, ағылып келіп жатушы еді. Шопырлықтан шеттетілген соң бұл бастаудың көзі бітеліп, Зағипасына кіріптар болып қалған. Осы кіріптарлықтан құтқарған Жұманға дән риза, күректеп таппаса да, әйтеуір алақанына бірдеңе түседі. Бұрынғыдай артылғанына кешешесіне бауырларына дорбалап та, арбалап та жіберіп тұратын тоқта, бақуат күндер келмеске кеткенімен жұрт қатарлы күнелтіп жүргеніне шүкіршілік етеді. Такси жүргізушісі деген бір рахат жұмыс екен. Басыңда әңгір-тағия ойнатып бақырып бастығы тұрмайды. Автобус айдап жүрген күндеріндей күн сайын таңмен таласа жылы төсегінен атып тұрмайды. Әрі-беріден соң ешкімге есепте беріп жарытпайды. Қайда барады, үйіне қашан қайтады, бұл да өз шаруасы. Бір күн ойламаған жерден оның таксиін Жомарт тоқтатты. Кезінде Ақылбектің компаниясында бірге жұмыс істеген жігітті көріп, Болатбек те қуанып қалды. Болса болмаса да бір-біріне хал ахуал сұрасып, қауқылдасып отырып біраз жерге ұзап кетіпті. Ал компанияда не жаңалық бар деп сұрады Болатбек бір кездері өзі жұмыс істеген ұжымның жағдайын білгісі келіп. Бәрі де бәз-баяғысынша, өзгерген ештеңе де жоқ. Айтпақшы, Басекең сені сұраған, көрсеңдер маған алып келіңдер деді. Жақсы кездестің ғой деп Жомарт ұмыт қалдырған затын тауып алғандай қуанып қалды. Оның менде не шаруасы бар деп Болатбек иығын қиқан еткізді. Дейтін біліп пе, бірақ қайта-қайта сұрағанына қарағанда бір зәрулік бар сыңайлы деді. Жомарт та мен қайдан білейін дегенде иығын қушитып. Тағы да сол Гүлбану болмасын деп қалды Болатбек. Гүлбануың кім? Білмейтін бе едің бастықтың көңілдесі? Естісем құлағым керең болсын. Затында бастықтың шопыры құлты берік сандық болуы тиіс. Сыр аштым дегенше серағымнан айырылдым дей бер. Сондықтан шопыр атаулы аузын суға толтырып алған адамдай бұртиып жүреді. Жағашпайды. Ашты екен жағынан да бағынан да айырылады. Бұл Болатбектің көкірегінде көмулі жатқан құпия сыр болатын. Ақылбектен кеткеннен соң ба, әлде ескі жараның беті қайта ашылған соң ба, Болатбек абайсызда жасырын сырды ақтарып алды. Алайда Болатбек бұрынғы бастығынан есе қайтарғысы жоқ еді. Қыртты езген жеңеді, езгенді құдайдан безген жеңеді деседі ғой. Ақылбек сияқтыларды сүріндіремін деген ой оның басына шүйықтаса да келмеген. Бірде Болатбек жолаушылар тасып жүріп, бұрынғы жұмыс орнының жанынан өтіп бара жатты. Мені неге іздеді екен деген бір әуес қойса, ол көкейіне келіп қалды. Гүлбанудың әр кешіккені менен көріп жүрген шығар деп бір қойды. Көйлегімді шешіп алып қалмас не де болса бара көрермін деген бір ой оны ширықтырды. Себепсізден себепсіз қорқақ ұры атанбайтын. Төбемнен тастап жіберер тасы болса, оны да көріп алдым деп батылданды. Өйткені ол өзінің адалдығына сенді.
Ақылбек оны арада ештеңе болмағандай сыпайы сырбаз қабылдады. Хатшысына қоңырау соғып, 2 шыны кофе алдырды. Бұрынғы шопырының хал жағдайын, денсаулығын, көңіл хошын, отбасының амандығын түгін қалдырмай сұрап шықты. Шүкір, бәрі де жақсы деп қысқа қайырды Болатбек. Мені не үшін шақырғанын білесің бе деп Ақылбек төбеден түскендей күтпеген жерден сұрақ қойды. Қайдан білейін деп Болатбек 2 алақанын жайды. Бірақ іші қылп ете қалған еді. Сенен кешірім сұрағалы шақырдым дегенде Болатбектің аң-таң қалғаны соншалық аузы ашылып қалды. Рас айтамын, менен бір ағаттық өтті, кешір мені. Ақылбек кінәлі адамдай-ақ алдында шынында да тұнжырап отыр. Болатбек не айтарын білмей қипақтады. Анау-мынау емес, білдей бір компанияның білдей бастығы кешірім сұрап отыр ғой. Иә, кезінде ойнақы күлімкөздің жаласына болып мұны жұмыстан қуып еді. Мас болып көлік жүргізіп, мұның автобусын соғып сотталып кете жаздаған кезінде Болатбектің бар кінән өз мойнына алып құтқарып қалғанын да ескермеді. Жақсылыққа жақсылық әр адамның ісі, жамандыққа жақсылық ер адамның ісі деген бар-ау. Жарайды, өткен іс өтті, не айтар екен, бұл кешірім, қай кешірім? Не үшін кешірім сұрайсыз деп Болатбек дегбірсіздене түсті. Ақылбек көп бөгелген жоқ, орнына жайғасып отырып асықпай әңгімесін бастады. Сені бекер кінәлаппын. Саяжайға барып сайран салғанымыз есіңде ғой. Сонда мен Хадишаны алып қалып Гүлбануды қайтарып жіберген едім. Гүлбану Хадишаны менен қызғанып, сенімен көңіл қоспақ болыпты. Сен әрине оның ырқына көне қоймадың. Бәлкім осылай десем мені қызғанып бауырына тартар деп ойлады ма, әлде басқа есебі болды ма білмеймін. Сені қонақ үйге шақырып бірге болайық деп мазалады деп айтып келді емес пе? Артынша бұл сырын бір құрбысын айтады. Ол Хадишаға жеткізеді. Сонымен сені сүріндірмек болған сылқымның сыры ашылып қалды. Кейін өзі де мойындады. Сен кінәлі емессің деді Ақылбек. Қалай сонда деп Болатбек аң-таң болды. Еш қалайы жоқ, солай. Кейін ол басқа бір жігіттің басына айналдырыпты. Қызығы сол, қылмыстарының үстінен түстім. Ол осының барлығын қызғаныштан істеп жүргенін айтып ақталды. Қызғанғаны несі, қылмысы несі деп Болатбек те таңырқады. Иә, олар саунада мауығып жатыр екен. Қас қылғанда тап сол саунаның 2-ші бөлігінде біз демалып отырмаймыз ба? Қыздар шақырғанбыз. Кешіккен соң әкімдікте кезекшіден сұрайын деп дәлізге шықсам, қарсы алдымнан ойқастап шыға келгенім. Гүлбану ма? Енді кім деп едің? Расында қызық болған екен дей салды Болатбек, аузына басқа сөз түспей. Несі қызық, өз обалы өзіне жұмысқа аламын ба деп ойлап жүредім. Жұмысын тауыпты, енді сол жұмысымен болсын деді Ақылбек күйініп. Ол тағы да кофе алдырды. Болатбекке мына кермек дәмі ұнамады, аузы ашып бара жатқандай сезінді. Қаласаң компанияға қайта орал, саған да есігім ашық, бірақ мені кінәламай бәрін ұмытып кел деп Ақылбек бұған барлай қарады. Бір рет сынған көзе қайта қалпына келмейді басеке, қалған көңіл шыққан жан. Ниетіңізге рахмет деді Болатбек орнынан тұрып жатып. Маған қатты ренжулі екенсің ғой. Болар іс болды, өтті кетті. Жұмысыңызға сәттілік тілеймін деп Болатбек бұрынғы бастығымен қоштасып есікке беттеді. Қалаған уақытыңда келіп тұр. Саған есігім қашанда ашық деп Ақылбек соңынан дауыстап қалды. Адамды толық білмей тұрып сырттай баға беру ұшқары ойдың белгісі. Болатбек өзі ер жігіт деп бағалап жүрген Ақылбектің қайдағы бір жеңілтек қыздың жаласына сеніп шүйліккені қалай есінен шығар. Қанша жерден ұмыттым дегенмен алдынан қайта айналып кездесе кеткенде кеуде тұсы шым ете түскені қалай. Талқанбайдың тіршілігі таусылмайды. Үйге керекті азық-түлікті, керек жарақты Болатбек тасиды. Осек ортада Ақылбек оны балалар бақшасына жұмсайды. Үйге 3 жасар Ақбілекті алып келгенде келіншектің қуанғанын көрсеңіз ғой. Ақбілек те анасына қарай құлдыраңдап жүгіреді. Олардың шырқырасып табысқандарына сырттай сүйсініп қарап тұрып үйіне қайтады. Ақылбектен жертезек болып жасып, бұдан былай бастық атаулыны желкемнің шықыры көрсін деп есеп айырылысқан Болатбек ойда жоқта Талқанбайға тап болды. Таксопарк басшысы басқа мекемеге жоғарылап кетті де, орнына келген такси жүргізушілердің күндік өткізетін теңгесін еселеп арттырды. Тапсырыс пен талап үдесінен шыға алмағандар амалсыздан жыл орындарын тастап басқа жерлерден жұмыс іздеп сарсылды. Міне осы тұста Ақылбек бұрынғы шопырынан өзінің досы Тоғымен таныстырған. Өте сенімді жігіт деп мақтауын асырған болары мұны бірден өзін көлік жүргізуші етіп жұмысқа қабылдады. Өмір дегеніміз осылайша бірде сырттан бірде ішін беріп өз арнасымен ағып жатты деген Болатбекті өзде күтпеген өзгешелеу сүрлеу соқпақ күтіп тұреді. Сырт көзге сыр бермегенімен Ақылбектің көзіне тұнып қалған бір мұң бар. Сымбатты да ерке болмысты келіншек әлде біреуді зараға күткенде елегізейді.
Оның алаңжарлы көңілінде не бар екенін Болатбек түсінбей-ақ қойды. Кейде жадырап жайнап отырып ақ тұңғиық бір терең ойға шым-шым батып торығып қалады. Мынандай дәулет, Талқанбайдай табысты күйеуі, Ақбілектей тәп-тәтті қызы барда басқа бақыт іздеп не керек? Оның көңіл толқынында қандай қайық шарқ ұрып тербетіліп жүр. Әдетте қағанағы қарқ, сағанағы сарқ адамдарда есірік сияқты бір дерт болады. Бәлкім оны дерт деп сипаттауға келмейтін де шығар. Әйтсе де, желкөкірек сияқты әлденеше оларды байыз тапқызбайды. Адамдар шыр біткенде пенде шіркін осылай өзгеріп кете ме екен. Талқанбай аса маңызды шаруасымен әлдеқайда шұғылаттанатын болды да Болатбек оны діттеген жеріне шығарып салып кері қайтты. Бастығының бұйрығы бойынша біраз затты жолай үйіне тастап кетпек. Күн кешкіріп қалған кез еді. Үйге жетемін дегенше қас қарайды. Аспанда күннің көзінде жарқырап ай шыға келді. Есік ашылғанда ай жарығымен Ақылгектің ақ торқын көйлегімен көз көрім жерде күлімсіреп тұрғанын көрді. Ақ көйлегі аппақ денесімен дене болып, құлын мүшесі айқындалып тұр екен. Жібектей толқынды қарашасын бос жібере салыпты. Соңғы кезде көңіл күйі ортайып, жүдеп жүрген Болатбек кенеттен «Япыр-ай, іздегенім осы емес пе еді» деп қалды. Ақылгекте сусаған сезімнің ырқына бой алдырып тұр-ау шамасы. Жігіттің қапелімдегі көңіл толқынын тап басып түсінген тәрізді. Болатбек асқақ арманның қалықтап, заузаңғар биікке көтеріліп кеткенін аңғаратын халде емес еді. Оған мына аппақ тажарлы келіншек ақ торғын көйлекпен алдынан арнайы дайындықпен шыққандай көрінді. Ең ғажабы, сұлулық дегенің сиқырлы бір әлем ғой. Оның алдында түс алмайтын, есін жоғалтпайтын пенде болмайды. Мейлі табиғаттың тұмса сұлулығы болсын, мейлі әйелдің ажарлысы болсын, олармен ұшырасқан жан қорқау озбырлықтың құрбанына айналады. Сұлулық атаулының тек өзі ғана меншіктеп алғысы келеді. Осындай бір лап етпе сезім Болатбектің де бойында бұлқынып жатты. Тіпті есі шығып кеткен соншама ол адамгершілік, имандырлық, сабырлық деген ізгі қасиеттердің барын ұмытты. Осылайша көңіл күншуағына шомылып, өзімен өзі болып тұрғанда Ақылгек «Сәлеметсіз бе, осылай тұра бересіз бе?» деп сыңғыр етіп күлген. Ол ұйқысынан шошып оянғандай селк етті. Болатбек Зағирамен сүйіп қосылды. Бүгінде сол махаббаттарының жемісінде 2-3 қара домалағы құлдыраңдап шауып жүр. Қандай әзәзіл еліктірсе де, аяғымды қия баспаймын деп сүйкімді келіншегіне өзіне де уәде бергені бар. Сонда бұл қайдан бас көтерген желкімді желік? Зағирасы барда, ақ махаббаты барда Болатбек Дон Жуан сияқты жігітшілік жасаймын деп әсте ойламайтын. Оның үстіне тауағадай бастығының келіншегіне көз сұғын қадау қандай айуандық десейші. Болатбек жеп кетерлер жұрағатынан емес, сондықтан лап ете қалатын жалынды өшіріп, қияс ойдан бойын аулақ салғысы келді. Ол бастығының беріп жіберген артық заттарын Ақылгек көрсеткен бөлмеге тасып бітті де тезірек шығып кетуге тырысты. «Бір шыны шай ішіп кетпейсіз бе?» деді келіншекке кенет тіл бітіп. Есікке қарай беттеген Болатбекке. «Жоқ, рахмет. Үйде қожайын бар кезде жайғасып отырып, бәлкім 10 кесе шай ішермін. Бәлесін-ай өзінің». Ақылгек оны қоштағандай күлімсіреп, басын шұлғып қойды. Талқанбайдың түгесіліп бітпейтін шаруасы көбейді де көпке дейін кідірістей берді. Ақбілекті бақшасына жеткізіп салу, алып қайту, анасын айтқан жеріне апару, компанияның басқада тіршілігі бар, уақыт өз ағымен сырғып өтіп жатты. Ол күн сайын қожайынның үйінде кемінде 2-3 рет келіп кетеді. Неге екені белгісіз, алдынан кермаралдай керіліп, Ақылгек шыға келгенде тұла бойы бір ысып, бір суып, жүрегі атқақтап соғады. Ойда жоқта Болатбекпен оңашада аз-кем әңгімелесіп қалған. «Ағай», деді Ақбілек бірде көлігіне қарай кетіп бара жатқан мұны кідіртіп. Болатбек не айтпақ екен деп оған жалт қараған. Ақылгектің түрі боп-боз еді. «Ауырып қалмаса игі едім». «Иә, ағай», деді Ақылгек тағы да бөгеліп. Аздан соң бойын жинап алды да «Сізден бір нәрсе сұрайын деп едім», деді күмілжіп. Оның ыңғайсызданып тұрғанын бой айтпаса да белгіледі. «Сұраңыз, ағай, сіздің сыр ашпайтыныңызды білемін. Мұны екеуміз ғана білуіміз керек». Болатбектің іші бүріп өткендей болды. Ақылгек айтсам ба айтпасам ба дегендей ойланып тұрып қалды да ішіндегі әлдебір күш сыртқа лықсытып шығарғандай батылданып, «Мен Талқанбай туралы сұрайын деп едім. Ол жайлы жөні түзу сөз естімегенім қашан. Құрбыларымнан естіп жатамын. Соңғы күндері сүйек жүрістері тым көбейіп кеткен көрінеді. Компаниядағы бетінің қызылы бір қыздарды құр жібермейді екен ғой», деді қызарақтап. «Қой шырағым», деді Болатбек жұлып алғандай. Ол енді ересек адамдардай салмақ сөйлеуге тырысты. «Тауаға үлкен қызметтегі адам. Ондай адамдарға көре алмайтындар күйе жаққыш келеді. Қайдағы біреулердің қаңғырған сөздеріне құлақ түріп қайтесің. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды ғой. Жел сөз, тауағаның теріс қылығын көрсем, көзім шықсын.
көре алмайтындар іші тарлар қызғаншақтар не демейді, олардың сандырақ сөздеріне құлақ сала берсең, бір күні сені де жолдан тайдырады. Есіңді жи қарағым, тауағаны ұжым түгіл құрмет тұтады, бастарына көтереді, қызметіне түзу келіп түзу кетеді. Әй, біздегі біреуді сыртынан қаралап жүрмесек, бойымызға аспатпайды, қашан адам боламыз? Қызғаныштың қызыл итін босатып, айтақтап отырғанын не ұтамыз? Ақылгек, ақылың бар адамсың ғой, мұндай қаңқу сөзге сенбе. Ия ағай, сенгім келмейді ақ, бірақ соңғы кездері осы сөз қамысқа тиген өртте қаулап барады. Осы өрттің жалыны шарпымаса болғаны, деді Ақылгек, жүзін ала қашып. Шарпымайды қалқам, шарпымайды. Оған толық сенемін, деді Болатбек күтпеген жерден айтылған күдік күмәнді тұншықтырғысы келіп. Бірақ ол өртті де, күдік күмәнді де тұншықтыра алмаған екен. Бықсып жанған қоламта үрлей берсең шоққа айналады. Шоқ өрши келе жалыны бет қаратпайтын отқа айналады. Қанша жерден жасырып, жабулағанымен Талқанбайдың дон жуандық жігітшілігі жарияла бола бастаған еді. Оқ жарасы жазылады екен, тіл жарасы жазылмайтын көрінеді. Көп жұртқан жылан аяғын көрсетіп алады деседі ғой. Саяжайдан саяжай, саунадан сауна қалдырмаған Талқанбайдың теріс қақпай теріс жолы әшкереленіп те қалған. Қолы қалт етсе-ақ, билік басындағы дос-жарандарымен, одан қалды сұлу келіншектермен әмпей-жәмпей болып жүрген ол талайды көрген, зымияндығына басып, абыройсыздығын қанша жерден шашырып забуласа да, елдің аузына қақпақ бола алмады. Ауруды қанша жасырғанымен өлім әшкерелейді. Талқанбай қанша мерет тырысып, аяғының тысырын сездірмейін деп тыраштанып баққанымен, студент қызды жүкті етіп қойғаны, оны жеке пәтерде ұстап отырған туралы сыбыр күздің ызғарлы желіндей сумаңдап, әр бөлмені аралап өтті. Күнде қолмен көлегейлеп тұра алмайсың, қанша жерден қылтамақ болғанымен, оның сәулесі жалпақ әлемге нұр шашып, таңның атқанын сүйіншілеп жеткізіп тұрады. Шындықта солай. Ақылгек күйеуінің шектен тыс дүние қоңыздығына дал. Дүние қоңыздың іші қашан таза болып еді. Шіркін-ай, Ақылгек кімнің арманы болмады. Бірінші курстың студентіне сұқтанбаған жан қалмаған. Тәңірім адамды мұнша сұлу етіп жарата салады екен-ау. Аршын төс, нәркес көз, қиғаш қас, тоқ балтыр, құлым мүсінді қызды одан сайын ажарландыра түседі. Ол Талқанбайдың қармаған ілінемін деп әсте ойлаған жоқ. Бәленің бәрі курстарсыз жұпардан басталды емес пе? Бір күні ол, менің бір ағам бар, үйіне қонаққа шақырып жатыр, жалғыз баруға ыңғайсызданып тұрмын. Оның үстіне ағатайым, курстастарыңды да ерте кел деген. Талқанбай көкем өте бай тұрады. Ет жеп сорпа ішіп бір жырғап қалайық деп қолқалап қоймады. Ақылгектің әуелгіде барғысы келмеп еді, басқа құрбыларды күттеп барайық деп тұрып алды. Бөлмеде бір өзі қалатындықтан Ақылгек амалсыз ілескен. Ол Айсұлуды сонда алғаш көрді. Бет біткеннің сұлуы екен. Майысып жүріп қызмет етті. Мынандай дәулетті бай қуатты адамның келіншегі осындай болуы керек қой деп ой қорытты. Расында жұпардың ағасы мен жеңешесі егіз қозыдай жарасып, бір-біріне әзіл тастап қойып, қонақтарды жақсылап күтіп риза етіп шығарып салды. Бұл кезде Ақылгек Айсұлудың орнын басамын деп ойлапты ма? Күзгі сынақты Ақылгек бір сынақтан сүрінді де, жұпар оны қойырды қоймай ағасының үйіне ертіп барды. Ағатайымды білесің ғой, бүгінде оны осы қалада танымайтын, сыйламайтын жан жоқ, деді жұпар жол жөнекей мақтанып. Расында Талқанбайдың тасы өрге доңылап тұр екен. Оның профессорға бір рет қоңырау шалғанның өзі жеткілікті болды. Ақылгек іштікке риза болып жүргенде, қаталдау көрінетін ағай ортан қолдай төрттік қойып берді. Бір байқағаны бұл кезде Айсұлу бір баласын жетектеп төркініне кетіп қалған екен. Неге кетті? Араларынан қандай шайтан жүгіріп өтті? Бәлкім төркіндеп қайтатын шығар. Ақылгек бұл жағын қазбалап сұрамады. Қызға тән ибалылықпен сыпайылық сақтады. Бірақ жұпар мен Талқанбайдың үйіне 2-3 рет барғанда ұялы көздері мен жылы сөздерімен баурап алған Айсұлуды көре алмады. Ерке қатын не істемейді деп түсіндірді. Мұның мәнісін жұпар құрбысы. Содан бастап Талқанбай жұпарды үйіне шақыруды үдетті. Екеуінің де сабағына да тамағына да көмектесіп жүрген соң одан пәлендей жамандық күтпеген болатын. Сөйтсе бір бармағы бүгулі екен ғой. Екінші курсқа өткенде жұпар құрбысының қасына бір ел ажыраған жоқ. Күн сайын бай бағлан ағасын мақтап, оның сыйға беріп жібергендерін көрсетіп шаттанумен болды. Тау мен тасты жел бұзады, адамзатты сөз бұзады деген ол кезде Ақылгек қаперінде де алмаған. Қамқор ағатайының құрығына қалай түсіп қалғанын өзде түсінбеді. Сол күнді қарғыс атсын деді. Бұл Ақылгектің соңғы кезде аузынан бір түспейтін қаралы сөз. Бәрі де жұпардың туған күнін ағасының зәулім сарайында атап өтуінен басталды емес пе? Жұпар бүкіл курстастарын ағасының үйіне шақырды. Мынандай алтынмен аптап күміспен күптеп қойған келісті үйде
кім бұрын көрген. Курстастар, құрбы-құрдастар кеңде келісті бөлмеде тартынбай ішіп жеді. Дастарханда құстың үстінен басқаның барлығы бар еді. Мұндай бай дастарханды сирек көретін студенттер тартынуды ұмытты. Ақылбек өмірінде татып көрмеген шарапты алғаш рет сол түн ішті. Онда да құрбыларының жұпарды сыйламайсың ба деп зорлағандай болуынан соң. Алғашында басы сәл айналғандай еді, бірте-бірте жадырап жүрегі сөйлеп тұрғандай күй кешті. Жұпарды жабысып өлердегі сөзін айтып жанынан шықпай қойды. Менің қуанышыма ішпегенде қайда ішесің деп үсті-үстіне бастырмалатты. Тағдырдың ызалы мазағындай Ақылбек ертесіне Талқанбайдың төсегінде оянды. Міне содан бері осы үйдің отымен кіріп, күлімен шығып келеді. Болатбек кейде ақ борықтай келіншегімен оңаша қалғанда Талқанбай туралы сұрағысы келгенімен оның ретін таба алмай жүрді. Талқанбайдың талтаңбай жүрісі жиілеп, ожар мінез көрсете бастаған бір күні Ақылбек жүргізуші жігітке өзі ақтарылып еді. Ол Ақылбектің бір байламға келе алмай жүргенін аңғарды. Ол қандай байлам? Өзегін өкініш өртеген Ақылбек күйіні шуытында жүріп әлденеге ұрынып қалса ше. Осыны ойлағанда жүргізуші жігіттің жүрегі жұлқынды, іш қазандай қайнайды. Күресуге дәрмен жоқтың күйін кешті. Ымырт үйіріліп көз байлана бастады. Кенет бір бүйірден ала құйын бұрқасын көтерілді де артынша суырсын жүріп өтті. Мұның соң алай-дүлей боранға айналды. Жан-жақтан ұшып түсіп жатқан қар көліктің терезе көзін бітеп тастады. Тоңази бастаған жүргізуші моторды оталдырып, жылынудың қамын жасады. Бұл уақытта қызметкерлер де, жұмысшылар да үйлерінде ыстық шайларын ішіп жайланып жатыр еді. Жұмыста әкесінің қонақ алғандай Талқанбай ғана тапжылмай отырып алды. Жүргізуші оны күте-күте жалықты, тіпті алаңдай да бастады. Дүние астан-кестең болып жатқан мынандай мезетте жылы үйіне ертерек жетіп алған жақсы ғой. Бастықтың не ойлайтынын өзі біледі. Уф, жалықтырып, зарықтырып барып кеңсесінен шықтап әйтеуір. Күтіп қалдың ба? Ештеңе етпес. Мен бір жігіттерге қонаққа баратын болдым. Сен үйіңе қайта бер. Айтпақшы мынаны жолай біздікіне тастай кетерсің деп Талқанбай оның қолына мұқият оралып, сырты скотчпен қапталған бір затты ұстатты. Сіз ше, баратын жеріңізге жеткізіп салайын да. Жоқ, әуре болма. Қазір кезекші көлігі апарып тастайды. Ал не тұрыс жөнел деп Талқанбай кері шегіне берді. Болатбек бастығының құпия сапарының талайын көрген, сондықтан таңданған жоқ. Бұрқасын басылар емес. Желтоқсанның жентек қары үсті-үстіне төпелейді. Сырттағы бұрқасынан жүргізушінің ішіндегі құйын қатты ұйытқы өршелене түскен. Ол бұл бұлқыныс бұрқасының қайда бас көтерерін ойлап та жатпады. Есікті әдеттегідей Ақылбектің өзі ашты. Тым кеш қайттыңыз ғой, қарныңызды ашқан шығар деді мұны көрген бетте. Ештеңе етпейді, мынаны Басекең беріп жіберді, үйге алып кете алмадым, ертең аға келіп тастауға болар еді, кім біліпті. Үйге кірсеңізші, мен шай қойып жіберейін. Құдауанда шейінде күтуге асығып тұратын Болатбек тырп етпей қалды. Бұл жолы Ақылбек жігіттің бөгелгеніне қуанып та қобалып та тұр еді. Мына жерге аяқ киіміңізді шешіңіз деп Ақылбек ішкі бөлмеге кіріп кетті. Әлден соң буы бұрқыраған шайда келіп қалды. О, несін айтасыз, бақуатты адамның дастархан емес пе? Үстел үсті көздің жауалатын дәмге толы. Бұл олардың алғашқы бетпе-бет отырулар еді. Басекеңді таныс тамырлар тамаққа шақырып, сонда кетті деді Болатбек. Үнсіз отырғаннан бірдеңе деп отыру керек қой деп. Әлгі сайқалына кеткен ғой деп аузынан жалыната күрсінді Ақылбек. Зат әйел емес пе? Әлден соң көңіл әуеніне ырық берді. Бөтен еркекпен отырмын-ау деп ойламады-ау шамасы. Көз жасы сорғалаған күйде ашына сөйледі. Әйелдің әлі көз жасына ғана келеді ғой. Тұншыға жылап алмаса шемен шері тарқатылар ма? Бәлкім Болатбекке мұң шақсыққысы келген болар. Болатбек оны қалай жұбатарын білмей абдырады. Осылай отырып Ақылбек жігіттің иығына басын сүйеді. Болатбек мынандай жұмсақ та жұпар иісті шашты алғаш рет дәл иегінің астынан көріп отыр. Ол келіншегінің шашынан иіскеді. Бұрын ол Ақылбектің қолын алуға да именетін еді. Бұл жолы қорыққан жоқ. Бойын бір батылдық биледі. Бұдан арғысы еміс-еміс есінде қалыпты. Ақылбектің шоқ шашқан шие еріне сүліктей жабысқаны жадында. Сосын соншалықты жалынмен жігітке бой ұрған келіншек бойындағы бар қызуын ірке алмаған. Әйел табиғаты жұмбаққа толы, тыйым салынған тамырдың дәмін татып, әбден құмарынан шыққанша тоятынан тартынбайды. Бұл жолда қанша қиналғанмен шыдап бағады. Ақ ұлпадай аппақ төсек, ақсазандай толықсыған келіншек, толқындай төгіліп жатқан жұпар шаш, көріктей көтеріліп басылып тұрған қосанар, Ақылбектің құшағы барып тұрған от екен. Болатбектің құр сүлдері ғана қалды. Әлден соң құмарлықтың әбден шегіне жетті шамасы. Келіншек бар даусымен айғайлап жіберді.
Бой-бой болып терлеген Болатбек әлден соң келіншек үстінен сусып түсті. Қыстың талмауыр түні қашанда ұзаққа созылады. Бұл түн олар үшін қас қағымдай ғана уақытта өте шыққандай. Тас қараңғысында Болатбек ыстық құшақта қанша қимаса да орнынан амалсыз тұрды. Ол келіншектің от бүркеген аузынан шие дегерінен ұзақ сүйді. Ақылгек ағыл-тегіл жылап қалды. Ертесіне Болатбек жұмысына әдеттегісінен кеш барды. Оған Талқанбайдың уыз қатынның құшағынан кеш босап қайтқанын себеп еместі. Ол бір байламға тоқтаған болатын. Көп ойлаған ол жұмыстан босату жөнінде өтініш жазды. Оның жүрегін мазалаған, көзіңді ойып берсең де дос көңілін қалдырма деген тәмсіл болатын. Қанша жерден жүрісі суық, ісі бұлыңғыр дегенмен Талқанбай өзіне қандай қысастық жасап еді. Ай сайын көтеріңкі еңбегі алады, 90 сайын сыйлықтан да құралақан қалмайды. Сұраған жағына жібермей қалған кезі жоқ. Бұл жайлы жұмысты қаланы мың айналса да табуы қиын. Сондықтан әріптестері бекер кетіп бара жатырсың деп өкініш білдірді. Болатбек көлігін инженерге тапсырып, бухгалтериядан тиісті еңбегі ақысын алды да ғимараттан суыт шығып кетті. Талқанбай оның жұмыстан суық шығып кетуінің себебін түні бойы сарсылдатып күттіріп қоюымнан деп жорыды. Бұлайшыға иығынан ауыр жүк түскендей жеңілдеп қалды. Ол енді Ақылгектің есігін ешқашан бұрынғысынша еркін қаға алмайтынын ойлап қамықты. Іші удай ашыды. Әлден соң өзінің жылап келе жатқанын аузына түскен кермек дәмнен білді. Жігіт те жылай ма екен? Әкесі көшеден жылап келгенде оған үнемі осылай деуші еді. Қалтасынан жалма-жан дәш орамалын алып көзін